Қайырлы күн достар, ағайындар, бауырлар, әріптестер. Өздеріңізге белгілі біз YouTube каналымызда көптеген мемлекеттік бағдарламалар, осы біздің кәсіпкерлерге арналған, сонымен бірге енді бастап жатқан бизнесті бастап жатқан кәсіпкерлерге арналған бағдарламалардың қыр-сырларын айта бастадық. Сол туралы ішіне қандай мүмкіндіктер туралы айтып бердік. Енді үлкен бір толқын, үлкен бір мәлімет баршаңызға. Бұл қаржы емес бағдарламалар қандай бар? Тек қана қаржы, кредит, несие алу емес, сонымен бірге қаржы емес қандай бағдарламалар бар. Соның кеше мен осы Инстаграмна әлеуметтік парақшаларымызда қарасаңыздар, немесе Телеграм каналдарымызда мен кәсіпкер деген үлкен бағдарлама ашылды. Соның тұсаукесері болды. Соның ішінде кішкене микро дейді, микробизнес, малый бизнес, біздің кіші буын кәсіпкерлерге арналған 3 тармақты бір мүмкіндіктер бар. Сол туралы сіздерге айтып бермекшімін. 3 бағыт қазіргі атауы бар. Бұл 3 бағыттың ішіне не кіреді? Мынау салалық оқыту. Әрбір енді бастап жатқан кәсіпкер, немесе тігін цех ашқысы келді. Өзінің бір кішкене істеп жатқан мүмкіндігі бар. Несие алып, бір тігін цехтарды ашты. Біз арнайы кемінде бір 10-15 шақты кәсіпкерлер біріктіріп, мына жақсы осы тігін цехтарды жақсы нәтижесін көрсеткен, тәжірибесі мол кәсіпкерлерге алып барып, сол жақта оқыту жүргіземіз. Бұл кәсіпке бағыт деген бағдарламасы. Оның ішінде немесе біреу ауыл шаруашылық саласында сыр шығару мүмкін, ірімшік шығару мүмкін, басқа сүтті тағамдар шығару мүмкін. Сол тәжірибесі мол кәсіпкерлерге алып барып, сол жақта кәсіпке бағыт, кәдімгі салалық оқытуды, тәжірибесі басқа кішкене дамып кеткен кәсіпкерлердің тәжірибесін көріп, сол туралы кішкене білімді алса, өз тәжірибесін көтерсе деген сондай үлкен ниетпен басталып отырмыз. Екінші мәселе бұл мына ауыл жақтарда, мына біздің әрбір облыста кәсіпкер әйелдер бар. Оларға да қазіргі таңда қандай мемлекеттік бағдарламалар көп деген сұрақтары бар. Қазіргі таңда біз қайдан несие ала алсақ болады, біздің не істеп жатқан осындай тіршілігіміз бар, оны қалай әрі қарай арттырсақ болады. Сондай көптеген сұрақтары туындайды. Енді соларға арналған әрбір облыста, енді облыс деңгейде кәсіпкерлерге дамыту орталықтар бар. Бұл біздің атамекеннің соттары бар, кәсіпкерлер қызмет көрсету орталығын. Сол жақта арнайы бір маман отырады, әйел кісі. Сол енді осы кәсіпкер әйелдер барып, көптеген туындаған сұрақтарға жауап беруге тырысып жатыр. Сол арнайы соларға көмектесіп тұрады. Үшінші бағытымыз бұл, енді екінші бағытымыз мен айттым, консультация, кәдімгі кеңес беру, жолдарын көрсету, қай жақта қандай бағдарламалар бар екен, соны түсіндіріп береді. Үшінші бағытымыз бұл қазіргі жаңадан құрылып жатқан, бұл әрбір ауылда кішкене өнімдер шығарылады, бірақ кішкене дегенде объемдар аздау, енді бастап жатқан, бұлай кішкене өзі базарларға сатып жүреді, бірақ үлкен нарыққа шыққысы келеді, немесе дизайн, упаковкасы әлі де дамыту керек. Соған біз арнайы көмектесіп, логотип дейді, дизайн упаковка дейді, соны қалай безендірсек болады, соны қалай упаковкасын дұрыс жасақ, халықаралық деңгейде, соны арнайы біз маркетинг орталығын аштық. Маркетинг департамент дейді, маркетинг кәдімгі мамандарын алдық. Солар әрбір облыста енді қазіргі таңда бір 20-ға жуық Қазақстан бойынша кәсіпкерлерді алсақ, соны көмектесіп тұратын боламыз. Бірақ соның ішінде қазір дайын кәсіпкерлер бар, өзі өнім шығарады, бірақ оны тек қана облыс деңгейде немесе өзінің аймақтарға сататын, өзінің бір былай қатынасып жүрген азаматтарға сатып жатыр, бірақ олардың өнімдерін сырт елдерге, басқа қазір көптеген маркетплейстер бар, кәдімгі шетелдік сауда-саттық орындарда, Amazon дейді, Alibaba дейді, eBay дейді, басқа-басқа. Енді сол біздің өнімдерді, ауылдағы немесе дайын өнімдерді сол маркетплейстерге қалай сатуға болады? Сол туралы біз білім курстарын өткізбекшіміз. Сол туралы жазуларды жазамыз, видео
кәдімгі оқыту жүргіземіз. Арнайы әр облыста кәдімгі сол кәсіпкермен қатынасып, сол сенің өніміңді әрі қарай біз бірге шығарайық, соны көмектесейік, сертификациясын, качествосын қалай, упаковкасын, сол туралы кәдімгідей оқыту курстарын жүргіземіз. Біздің ниетіміз сол, жолдарын көрсету, оқыту, білімін арттыру, тәжірибесін арттыру. Осындай үлкен қаржы емес бағдарламалардың қыр-сырларын сіздерге тиянақты шайнап беретін боламыз. Біздің әлеуметтік желілерді жазуды ұмытпаңыздар. Менің каналымда да жазылсаңыздар болады. Сонымен бірге біз Telegram, YouTube каналдарымызда, Instagram каналдарымызда айтатын боламыз. Күндеріңізге сәттілік, сау болыңыздар.